boş yerlerdemiz. Biz әлі жүрміз ош жерлердеміз. Асқа кетпейді көш жерлердеміз. Астан іздемей ош жерлердеміз. Ай, ай. Жетеміз баяу болса да, төзім төгіліп толса да, төзім төгіліп толса да, қазанға отын салыңдар, бірге қайнап араласып, наурыз көже болсын ал. Ай, 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 сұрама, біз әлі ош жерлердеміз, біз әлі жүрміз ош жерлердеміз. Асқа кетпейді көш жерлердеміз, астан іздемей ош жерлердеміз. Міне мынау мына жер жазылып тұр. 2000 жылы салынған үй, абырға. Несі өзгерді, сырты 1000 рет өзгерді. Негізі мынаның 309 деген бізде сентябрь, я? Сентябрьдің 3-і 2000 жылы осы мына жердің, осы үйді және бетонды соғып бітті деген сөз ғой. Сол кезде мына кішкентай кезде мына жер қойды мені, сол ізді алды. И маған бұл не сияқты, чекпоинт сияқты. Осы үйден де үлкен болып кетпесең, или білмеймін қалай енді. Қалай станса соғады. Ал мынау менің балалық шағым өткен көшесі, келесі көшесі, көшенің басы. Осы тұстан қыста сырғанайтынбыз, бірақ бір-ақ рет сырғанадық, бір қыста. Мына мына жақ қарай көрсетсең болады. Өзіме тиме деп. Мынау көше. О, басында кольцо бар тұғын, сол жер баскетбол ойнайтын тұғымыз, бер жағында тығылмашақ ойнайтын тұғымыз. Тағы не ойнайтын ек? Черешня талдар арғы көшеде, о жаққа баратын ек. Жалпы я осы жерде өтті балалық шақ. Мынау аты Рамадан, білмеймін неге олай аталғанын. Мына жер шетінде бетондар жоқ еді кезінде. Тек қана қамыс басып бұлайынан көрінбей тұратын іштеңе. Қазір сәл бетіне бетон келіп, бірақ сонда да адамдар кейде қоқыс тастайды, бәрібір адамдарға. Себеп қоқыс тастайтын жер жоқ басқа. Тәдем келеді. Mitsubishi Space Wagon деп. Қонақ үй дегесін бе? Мына жерде машиналардың склады. Машина қоймасы типі. Түсіндіріп жазыпты. Машина қойып кетпеді деп жазыпты. Kapsalar var, kulüpler var. Nurjigit'te video kaldı, Nurjigit'te. Ana Jigit'te. Мынау біздің көк базар. Ол міне осы жерде үстің жағында мамам кәмпит сатқан. Қазір өзгеріп кеткен, ремонт болып. Қазір ар жағына барып көрейік көк базар кәмпит жағына. Осы жерде, мама кейде тастап кетеді, өзің сатасың примерно. Бір-екі ненің білесің, бағасын. Ең ұнайтыны сол астындағы неге, лепешканың ортасына шашлык салып береді. Содан кейін қалаға барғаннан соң, өскеннен соң прям отырып шашлык жей алмай қалғансың, себебі базарда жеп үйреніп қалғансың да неме. Не сияқты ғой? Айлығың сияқты ғой сенің. Шашлыгың, ұрлаған кәмпитің сенің өте мақын ғой. Мен гармонияны жақсы көретінім. Гармония, рахаттың гармониясы, бірақ ол тым қымбат болғаннан соң көп жеуге өзім арым бармайтын себеп ұрсатын көп жақ қойсаң. Ай, ош жерлердеміз, біз әлі жүрміз ош жерлердеміз. Асқа кетпейді көш жерлердеміз, астан іздемей ош жерлердеміз.
жетеміз баяу болса да төзім төгіліп толса да төзім төгіліп толса да қазанға отын салыңдар бірге қайнап араласып наурыз көже болсын ал әй сұрама біз әлі осы жерлердеміз біз әлі жүрміз осы жерлердеміз асқа кетпейді осы жерлердеміз астан іздеме осы жерлердеміз әй тереңірек теремдеп елімдеп елеңдеп құлақтары кереңдер тыңдарман көрермен сендермен қарайғам сендермен көгергем келесең келермен бер десең беремдем төндіріп төбеңнен өмір бесақ өлеңге бөленген өмір бесақ өлеңге бөленген өмір бесақ өлеңге бөленген өмір бесақ өлеңге бөленген көңілім есініп сәл жүрміз осы жерлердеміз асқа кетпедік осы жерлердеміз астан іздеме осы жерлердеміз Мадинай, Жадырай, Мансурай, Бағжанай, Назыкеш, Нұрасыл, Жалғаспен морепродукты дегенсің ба? Осы үйден бір жас үлкенмін. Музыкаға осы мені Батырбек деген ағам бар. Кішкентайдан магнитофонда итальянский өлеңдер қояды. Тото Кутуньо, Вики Повери, Челентано деген сияқты. Солар тыңдап, меніңше андай өзім кішкентай болғаннан соң музыканың не екенін түсінбейсің, бірақ бір сенің көңіл күйіңді, жалпы өміріңнің бояп тұратын бір зат сияқты жүреді. Бірақ ол кішкентай кезде түсінбейсің ғой музыканың не екенін. Бірақ меніңше қазіргі өзімнің жазып жатқан әндерге кәдімгідей үлкен байланыс бар деп білемін, себебі кішкентай кезде тыңдаған өлең, музыка үлкен фундамент сияқты қалып кеткен сияқты. Мына жерде есімде емес, бірақ андай не ойлағанбыз міне. Мынау повар, мен официантпын, екеуі қонақ, екеуі что-то бір нәрсе біз андай кішігірім спектакль сияқты қойғанбыз садикте. Официантты ойнағам кажется. Кейіннен жақында мюзикл ойнадым, тоже официант. Енді өзім түсініп отырмын былайын. Сол негізгі өнерімнің фундамент садиктен бастап қаланды деп айтсам болады, себебі сол жерде сахна басталды. Міне мынау ыстық сурет сияқты, себебі сәл андай үйдегі міне мынау дәл осы кілем, әпкем, шәпкем, жақта кім білмеймін, Аружан, Арай қайсы екен білмеймін, кішкентай кезде табу қиын. Мынау міне мектептегі мынау бір 7-8 класс шығар. Бір патриоттық өлеңді айтып отырық әйтеуір. Әр мереке сайын бізде қалай колледжде де, мектепте де не болады андай, мұғалімдер болады ғой, мұғалімдерде кезекшілік болады. Әр апта сайын әлде ай сайын олар бір тақырыпқа сонда ашық сабақ ұйымдастыру керек, концерт деген сияқты. Мен сондай кезде көп көмектесетін. Өткір зілбірей алшақ қыз болмаймын, махаббатқа дауатпен майдандасқан, қайран менің жүрегім мұз болмай ма. Махаббатқа дауатпен майдандасқан, қайран менің жүрегім мұз болмай ма. Осыны айтқан безімде. Осының арқасында сол печкін ұтып алған. Себебі менің кішкентай кезімде осыны үйрендім. Бірақ қазір кейіннен бой болғанды кәдімгідей ересек кезде қайттан жазып шығардық. Бірақ мына өлең әлі де өзіме андай сабақ сияқты да, әлі де үйреніп, әлі де қорытып келе жатқан сияқтымын. Себебі мына жерде Абайдың айтқаны ол андай үлкен ересек өмір жайлы да, жалпы андай кішкентай да түсінуі мүмкін, бір өзінің андай нелері болады ғой. Кино немесе кітап бір оқисың, бір 2 жыл әлде арасына бір шай салып қайттан оқысаң, сен жаңа нәрсе үйренесің деген сияқты. Кез келген киноны бір көресің, арасына уақыт салып қайттан көрсең, басқа нәрсе үйреніп бастайтын сияқтысың. Сол сияқты өлеңде кішкентай кезінде бір нәрсені түсіндім.
міне өлеңнің атын өзі өлсем орным қара жер сыз болмайма. Сен өлсең жерің жатқан жерің жай ғана сыз болып қалып кетеді деген сияқты. Он жылдар өтеді, қайттан айтасың, қайттан оқисың. И сол кезде қайттан тағы бір мағына шығып жатады. Сондай бір ән, меніңше андай ойбай мына әнмен мен атып кететін сияқтымын деген ештеңе жоқ. Керісінше бұл ән маған өмір сүруге үйрететін сияқты әрі қарай. Себебі қазірде не ғой, ән деген бәрінде қару болып кеткен ғой бірден. Ойбай қалай айтса болады. Бір хит ән фишка, бір хит әнмен барасың, бүкіл өмірің жағдайың жасап алатын деген сияқты. Менде ондай ниет жоқ, менде ондай асығыстық жоқ. Меніңше Құдайдың өзі бір көрсететін жол бар. Себебі өзіңде мені бағалайтын, мен өзім бағалай алатын көрсететін нәрсем жетеді, соған асықпай әйтеуір көрсетуге болады. Жүректен шығат жетет жүрекке. Түгетпей қалсаң жалғыз түнекте, тез кеудеңе күлекте. Бүткіл күштің бәрі білекпенен жүректе. Білекпенен жүректе. Білекпенен жүректе. Оралдың барында ойнада, мүмкіндік болса сәтке өмір алатын. Бағала бағасын бер бағаланасын. Алданба алаңдамас алаңдағасын. Оралдың барында ойнада, мүмкіндік болса сәтке өмір алатын. Бағала бағасын бер бағаланасын. Алданба алаңдамас алаңдағасын. Bir, iki, üç, бетіңе қымыз төкпетем абайла, жанымда кілең жабайлар. Файнана, Әл-Фараби емес айнама, Америкама шайнама, миым дейтіп шайнама, барар жерің айдалла. Үйдегі үлкен әпшемнің арқасында болды. Ол бірінші болып Алматыға түсті да. Қалғандардың бәрі оған дейін Шымкентте, мына жерде оқып жүрді. Алматыда көрді сәл жаңа нәрсе бар, жаңа ритм бар екен. Сонымен өзі грантқа түспеді, жарты жылда оқып грантқа түсіп, сонымен үйдегілерді сәл андай. Бізде не істеді, типа, ананы алмайсың, потому что әпшең оқып жатыр да. Ананы алмайсың, потому что ар жаққа жіберу керек. Сөйтіп, какой-то момент болды, әпшең грантқа түсті, қане не алып берейін деп былайынан. Сол кезде есімде, сонымен кейін әпшең бір-екі курс оқығаннан соң 9-дан кейін бүкіл ағайындардың бәрін Шымкентке жібереміз бір бәлеге деп уже дайын тұрған тұғын. Сонымен әпшемге қой болмайтын бала Шымкентке барса аналармен бірге төбелесіп бір бәле ұрлап қойшын, бір бәле болады дейді. Лучше Алматыға барсын дейді. Сонымен Алматыға 2015-те осы. 15-те бардым, 16-та бастадым оқып. Сонымен бардым сол кезде әпшеммен жүрдік, Жүргеновке бардық. Жүргеновтің колледжіне бардық, список жібереді, мені осындай нәрсе істеу керексің деп. Не бар еді, там баклажан ит ойнайсың, ананы несің. Сонымен бүйтіп, мектепте менде и так сондай бэкграунд болды да. Кішкентай кез бастауыш класста тоже андай қорғансыздың күнінің бір жайсын ойнап, жылап, кадрда не істеп, в общем, сондай опыт болды, типа мектепте шаралармен. И сондықтан ана список көрген соң менде қайттан не болған, типа өзімді құл сияқты сезіндім да, именно бүйтіп кукла сияқты. Не типа өзімді әртіс деп вообще андай ойламайтын, ән айтам деп ойламаған вообще. И Жүргеновке барам, ана список көрсетеді, списокты оқимын, ананы жаттап көру керек, мынаны жаттап көру керек, и андай не болмайды, желание болмайды да, сонымен моментте. Программист деген қазір мықты мамандық шығып жатыр ғой дейді. Сонымен тугистен бүйтіп өтіп баратып, Сатпаева не деп, Сатпаева Тұрғыт Озалада.
Сіз бір колледжге түсіреміз, ошон барамыз, тапсырамыз. Несін айтады? Неке бар? Тест, экзамен бір нәрсе дейді. Түсіп кетсең грант болады, түсіп кетпесең 300 000 теңге ме төлейсің дейді. Ошон сол оптимально деп шештік та. Мен барам, түсіп кетем тегін. Мен сол жерде 4 жыл оқимын. Где-то 2-ші жылында ғой гитара үйреніп алып, қайтадан арбатқа шығып. Ол жерде де колледжде де не ғой? Ашық сабақ бір нәрселер болады. Математика пай бір нәрсе. Ең қиыны математика ғой жерде. Математика онда просто математика емес, высший математика. Программисттерге керек қой бәрін білу, техниканы. Мен өзім 9 бітіріп атқан кезде қосымшаға қатысып математиканы оқып жүремін да, жек көріп жүрмін, жаман қиын. Геометрия нормально, ол сәл түсінікті да. Алгебраны вообще қақпай, соның өзінде үйтіп тесттен өтіп, деген кезде, уже 2-ші курста высший математика деген кезде, гитара еріп бастайсың уже. Ана жерде шынымен андай программист деп түсесің да, бірақ ноутбукты 4-ші курста береді да, түсіндіріп ше. Еще ескі тілде түсіндіреді. Андай, типа, оларға да жалғыз етсе болады, бізге де жалғыз етсе болады. Программист болатын адам болып кетіп отыр ғой, так үйінде отырып оқша. 4 жылда шейін студенттік өмір қып, общагада не істеп. Сөйтіп өткіздік. Басында андай не болды, әрі қорқыныш болды. Үйдегілер не дейді, ау, адамдар көрсе не дейді деп. Бір жана андай болды, ешкім танымайды ғой мен мына жерде деп ше. Мен Абай Ленинада подземкада как раз адам андай аз өтеді, но өтеді и акустика более-менее болып тұрған. Еще андай не еді, уже ремонт жасалмаған, сатушы бір нәрселер тұратын тұғын. И мына бер жағында түсіп бара жатқан жерде бос жер бар. Сол жерде тұрып бір жарты сағат айтқанда бір типа 500 теңге бүйтіп целый таста жүреді. Оны шығып самса жеп, мынадан ақша тауып откен ғой деп. Мен кетті қатарымнан. Неше андай именно вокал жағынан сол жерде практика көп болды менде. Кейіннен андай неге дыхание нелерді үйреніп алған. Кейінірек қой уже кәдімгідей ән айтып жүрген кезде. Негізде өзіңде андай қалада жүресің, қалада бұтта андай қызығы көп сияқты. Қайтадан ауылға келіп қаласың да бүйтіп. Ол қызық ешқашан бітпейтінін білесің да. Что өзіңе барып қалада өзіңе керегін алмасаң, жүре бересің сандал уақытта да. Әр ауылға келген сайын отырасың үй. Міне мындай өзіңнің ограничениең емес, типа шек қай жерге дейін жететінің емес, просто өзіңнің кім екеніңді түсінуге көмек беретін сияқты. Просто өзіңді ар жақтан бәрі мақтай береді, сен мықтысың дейді, неқта көршің шығады, неқта не алып жүрсің? Қалбаң машинасын қарса десе болды уже, тарс етесің. Мен әлі ауылда жұмыс көп екенін түсесің. Zaman sonday tez etті. Белгісіз шекәліне керегі. Уласа да санамды. Іздегенім жүрегімде түреді. Көкшекті жалғыз қалдырма. Күтсе алдыңа, қорқынышқа бой алдырма. Көкшекті жалғыз қалдырма. Күтсе алдыңа, қорқынышқа бой алдырма. Кетте күкінге қалдырмашы мені. Шықпайсың жетте жазады жараны. Ерте күкінге қалдырмашы мені. Шықпайсың жетте жазады жараны. Жазады жараны. Жазады жараны. Жазады жараны. Жазады жараны.
шабыт деген нәрсенің ол төбеден келген сый емес, тек сенің дайындығың туралы. Сен сол миыңда көрген адамды сен сол адам бола білуіңе сенуің. Қаншалық сенесің, соншалық сенің қолыңнан келеді. Егер сен сенбей, біреу мынадан копировать еткен сияқты, анау мынадан копировать еткен сияқты өзіңді андай толықтай бір нәрсені өзің істемеген сияқты сезім болса, демек сен ол бастан бастаған кезде сенімділік болмады сенде. Дәл ондай болатынына. Басында болатын андай, мен өзімді ән жазамын деп ойламайтынмын, кейіннен мен тексттерін бөлісесің, адамдар тыңдайды, мен бір сұрақ қояды, неге сенде осындай тақырып, неге сенде осындай ой толғау, неге сенің даусың бар жай ғана жеңіл әндер айтып, өзің жағдайың жасап алсаң деген сияқты көп нелер болады, жан жақты ойлар. Бірақ меніңше Құдайдан берген осындай сый, бақ, сен соны білмеймін енді өзің әр адамның ішіндегі өзінің күресі ғой. Құдай саған осындай дене берді, осындай сөз берді, ой сана берді, сен соны далаға шашып, ысырап қылып емес, үйдегілер жерге қаратып емес, өзіңде басқаларда риза болатындай тырысып көруге. Меніңше сондықтан андай кейбір жеңіл жолдарға өзімді оңай жібере алмаймын да, себебі жауапкершілік тұрған сияқты. Міне осындай мүмкіндік берілді, сен оны оңай жолмен, оңай нәрселерге құртпау керек сияқты өзімде сондай ой. Шынымен кеткенім бе жарықта, жас балаша тұрмын бәлде шалықта. Көз алдымды мұнарлады ыстық жаз, қайтадан бір қарайыншы анықта. Он жыл алдын әрине мен миымда болмаған музыка олай музыкаға жақын олай болып кететініне. Саған барлық жағдай жасалған, сенің қалаған нәрсеңді орындау үшін, сен сол нәрсені жай ғана орындау керексің. Меніңше, адам қатты тырыспаған кезде сол ағыспен жүзу деп аталады менің ойымша. Ал мен керісінше маған ұсынған оңай жолдардың бас тартып, өзіме қызық, қиын жол деп айтпаймын, бірақ өзіме қызығырақ, өзімнің жүрегіме жақын жол таңдаған сияқтымын. Ағыспен жүзсем, ағыспен жүзбедім деп те айтылмаймын, себебі толқынның қандай екенін бір рет жүзіп көру керек, міндетті түрде. Бұл жерде толқынның түрлері болады. Сен өзіңе жақын толқынды іздеп табасың, сонымен жүзесің. Меніңше андай қатты өзіме үлкен сұрақ қоюды, өзіме үлкен сұрақ қоймаймын, себебі дұрыс жазсаң да, бұрыс жазсаң да, сен бір жол жасадың, ол жерден дұрыс-бұрысты іздеп, уақыт құрту сол бұрыс нәрсе сияқты. Меніңше, санаң түйсігің айтқан жолға жүргенің, сен содан қайтпағаның, ол сенің жолың болмаса да, ол сенің таңдаған жолың, сондықтан меніңше өзің қай жерге апардың, сол жерге апарғаныңа өкінбеу керек сияқтысың. Керісінше, сол жерге өзіңді апардың, не де болса, алып келген өзің, алып кететін де өзің дегендей. Ондай ой жоқ, ағыспен кеттім деген. Керісінше, ағысты жасадық, сол ағысты итердік, меніңше. Тоқта, жаңа жолыққан жандардан енді мүлде қорықпа. Ей, тоқтап, жіберсе тоқта, мұрнынан соқта, не күшің жоқ па не? Парап-пап-парап, парап, парап-парап, парап-пап-парап, парап-пап-парап, парап-парап.
meseleler kırdılar. Turuğa bolmaydı jay kaldık uzara. Tüptü gözben örümşek ben sezemez. Vakit çok ötüp günde жаңа katan. Өскен сайын meseleler kırdılar. Özümді tatlıkıdan uyatıp al. Soğuksan керек, soğuksan керек. Şöbem жоқ қолыңнан келетініне сенемін. Ояну оңай бірақ ұйықтап кете беремін. Аспандатпа өзіңді бәрібір жерге кіреміз. Бәріміз жерге кір, соқсан керек. Табылмаса да айналаңда ешкімнің сенімі. Бұл айнында сеніміңнің себебі. Кеудеңдегі жүрегің өзіне керегін сезеді. Жүрекпен сезеді, бәрі жүрекпен сезеді. Ол жай ғана бұл жігіт, ол бәрін қайдан біледі. Мен де сенемін, менің де сенгім келеді. Түсіндіре алмасам да әйтеуір бар бір себебі. Жүрекпен сезеді, бәрі жүрекпен сезеді. Ол жай ғана бұл жігіт, ол бәрін қайдан біледі. Мен де сенемін, менің де сенгім келеді. Түсіндіре алмасам да әйтеуір бар бір себебі. Уақыт жоқ мүлде күнде жаңа қадам. Өскен сайын мәселелер күрделі. Тұруға болмайды жай қолдық өзара. Күдікті көзбен көріп жүрекпен сеземіз. Уақыт жоқ мүлде күнде жаңа қадам. Өскен сайын мәселелер күрделі.